Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін пирожки жасайтын боламыз картоппен. Қамыры нанға да, пирожкиге де, беляшиге де, бауырсаққа да бола береді. Ал бастайық. Ыдысымызға сүт құйып аламыз, жарты бокал. Тұзымызды саламыз, бір қасық майонезімізді саламыз. Енді араластырып аламыз. Үстіне суымызды құямыз. Мен өзіме керектісін жасап жатырмын. Сіздер де өздеріңізге керекті лайық су құйсаңыздар болады. Бір қасық ашытқымызды салып, ашытқымыз ерігенше араластырып жіберіп, үстіне ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қатты илеп қоймаймыз, жұмсақ та керек емес. Орташа қамыр илейміз. 35-40 минутта қамырымыз ашып шығатын болады. Маған комментарийға қыздар жазып жатыр, сіз ұнды қанша қосқаныңызды жазбайсыз, жасырып қаласыз деп жатырды. Мен өзім пионер ұны қолданамын. Әртүрлі ұн бар. Пионер, сесна. Мысал үшін сесна ұн өте қамыр ұнды талап ете береді, бұлжырап кете береді. Соның үшін мен точно мынанша ұн салыңыз деп айта алмаймын. Керегінше өзіңіз қолдансаңыз болады. Міне менің қамырым дайын болды. Енді бетіне кішкене майымызды жағып, қақпағын жауып, 30-35 минутқа орап, жылы жерде ұстаймыз. Бізге керегі картопканы жуып тазалап алдым. Енді майдалау етіп турап, суымызға қойып, отта қайнатып, тұзымызды салып пісіріп аламыз. Мен тез піссін деп майдалап турап салдым. Міне енді отқа қойып пісіріп аламыз. Тез піседі картоп. Міне біздің картоптарымыз пісіп шықты. Енді суыны ажыратып, картошкаларымызды вилкамен жақсылап барлығын езіп алатын боламыз. Міне, маған вилка өте ыңғайлы. Міне, барлығын езіп алдым. Енді үстіне кішкене тұзымызды қосамыз. Үстіне 1-2 қасықтай сүт қостым мен. Сүтімізді қосамыз. Қара бұрышымызды қосамыз. 5 граммдай сары майымызды қосып, барлық массаны жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен біздің пирожкиміздің ішіне салатын салмамыз дайын болды. Арадан уақыт өтті. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Міне менің қамырым ашып шықты. Міне жұмсақ, әдемі болып ашып шықты. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Жұмыс жасауға ыңғайлы етіп, әдемілеп, біркелкі етіп жинап аламыз. Солып, енді осыны оқтаудың көмегімен қалыңдау етіп 2 миллиметр қалыңдықта жайып аламыз. Қалыңдау болу керек. Мен жайып алдым 2 миллиметр қалыңдықта. Енді дәл осындай стаканмен кесіп аламыз барлығын, бауырсақ сияқты. Маған осылай кесу өте ыңғайлы. Өйткені пирожкилердің көлемі барлығы бірдей болады. Біреу үлкен, біреу кіші болып қалмайды. Дәл осылай жасасаңыздар болады үйде, оңай. Міне барлығын мен кесіп алдым. Міне дәл осылай барлығын кесіп аламыз. Менде кішкентай қатты үлкен емес, орташа көлемді пирожкилер болады. Міне барлығы дайын. Енді қолымызбен кішкене жайып жіберіп, қолымызбен ішіне салмасын. Міне дәл осындай етіп салып, міне дәл осы видеодағыдай етіп түйіп аламыз.
Mine däl osulay barlygyn tüýüp alyp, endi mine üstünden basyp ädemilep şiňişke kılıp alamyz. Mine endi dastarhanga osulay men jaýyp koydum. 10 minutga betini çapyp dem aldyryp alamyz. Endi kazanymyzdy otga koyup, mayymyz kızıp çykdy. Endi pirojkilerdi otga koyup, asty kızargança pişirip alamyz. Odan keyin üstün awdaratyn bolamyz. Däl solay barlygyn osunday etip pişirip alamyz. Astyn kızarıp, odan keyin üstün kızarıp degendi. Mine uje asty kızarıp kaldy. Däl osulay awdaryp alyp, iki beti kıpkızıl bolgança pişirip aladyn bolamyz. Mine bizden pirojkilerimiz pişip çykdy. Katda ölken diýmez, kişi diýmez, ortaça kölemde bolup çykady. Jewge ыңgaýly. Mine endi alyp alamyz maýdan. Däl osulay kalgandaryny da pişirip aladyn bolamyz. Al mine pirojkilerimiz daýym barlygyny men pişirip boldum. Pirojkilerimizni endi sändetin bolamyz. Ydysymyzga däl osulay terip aldym. Üstüne aşağı jigamyzdy koydum. Üýde jasap görüňizler, öýte dämli.